Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Уақыт тоқтап қалғандай ма? Иә, қазір көбіміз ерекше бір толқынысты сезініп жүрміз. Уақыт өз шекарасын жоғалтқандай. Кейде тым баяу, кейде тым жылдам зымырайды. Бұл кездейсоқтық емес, бұл ішкі дүниеміздің үлкен өзгеріске дайындығы. Сананың жаңа деңгейге көтерілуі. Біз ғаламның нақтылығы мен жаратылыстың тылсым сырларын тоғыстырып, санамызды сілкіп, секіріс жасамақпыз. Түп негізге оралу. Бұл сөзді көп естісеңіз де, көбіміз мәнін еш түсінбедік. Сол мәні мен мағынасын түсінетін күн туды. Сана ашылды. Жаңа дәуірдің дерті психологиялық ауытқу. Себебі көп адамда рух пен қасиет оянғанда сана көтермесе, ес ауысып кетеді. Жүрекпен дайын болып, жан жақтағы туған туыста өзгеріс басталса, саналарында көмек беріңіздер деп 2023 жылдан бері айтудамыз. Қуат көздері бірден ашылып, сана бірден көтерілгенде адам түсінбей қалады. Солай ауырып қалдым ба деп дәрілер ішеді, сананы мүлдем төменге жібереді. Сондай кезде ес ауысу төменгі жиілікке құлау болады. Бірақ мұндай кезде оның қасиет екенін біліп, қуатты толық ашып беретін проводникке жолықсаңыз, сап-сау болып, аман-есен жүгіріп кетесіз. Еш дәрісіз де. Көк пен жердің энергиясы, сананың кванттық секірісі басталды. Көк пен жердің энергиясы тұтаса арналып, толық ашылып тұр. Бойдағы таза ниет пен асқақ арман бәрін көкке, ғарыш деңгейіне көтеруде. Бұл сананың терең түпкірлерінің ашылу сәті. Өз болмысыңызды тану арқылы мидың осы уақытқа дейін жасырынып келген орасан зор қуат көздері іске қосылуда. Сондықтан дәл қазіргі өтпелі кезеңде ақылдың шуына емес, жүректің үніне құлақ түрген жөн. Бүкіл ғарыштық порталдар дәлме-дәл бұралған сағат механизмі секілді үзіліссіз, мінсіз жұмыс істеп тұр. Қазіргі уақытта ең басты міндет ішкі энергияны сыртқа шашпай өз бойыңда жинақтау. Табиғатпен үндесе отырып, өткенге, бүгінге және өзіңізге есеп беретін сәт туды. Дәл осындай қасиетті, қуатты мекеннің бірі киелі Бурабай жері. Адамның ішкі күйі мен мидың қызметі тікелей байланысты. Біздің миымыз ғарыштық ақпаратты қабылдайтын өте күрделі биокомпьютер. Кванттық секіріс. Адам өз болмысын танып, санасын өзгерткенде, оның ішкі әлемінде кванттық секіріс орын алады. Бұл ескірген ойлау жүйесінен мүлдем жаңа. Жоғарғы өлшемді деңгейге өту. Электрон бір орбитадан аралық арақашықтықсыз бірден секіретіні сияқты, адам санасы да рухани ояну сәтінде жаңа саналық деңгейге көтеріледі. Мысалы, Альберт Эйнштейн өзінің ең ұлы жаңалықтарын логикалық есептеумен емес, терең ішкі түйсік пен интуиция арқылы ашқанын айтқан. Ал Никола Тесла ғарыштық энергия мен ақпараттық өрістен идеялар ала алған. Бүгін ертең миыңызға толассыз идея келетін күн. Осыған назар аударыңыз. Сіз ішіңізде мың түрлі күй кешіп, бірде жылап, бірде күліп, сезімдер арпалысына түсуіңіз заңдылық. Санаңыз сан саққа шашылып, қайта жиналып жатқандай күй кешесіз. Қорықпаңыз, бұл ескі сізден кетіп, жаңа сіздің қалыптасу процесіңіз. Сана тұрғысынан адамның мүлдем жаңа жетілген нұсқасы туылып жатыр. Бұл өзіңізді ең бастапқы нүктеден еш маскасыз, шынайы танудың және өз ішкі күшіңіздің толық әлеуетін сезінудің бастауы. Көбелектің метаморфозы. Жұлдыз құрт көбелекке айналар алдында қабық ішінде толықтай еріп өзінің ескі бейнесін жояды. Сырттан қарағанда бұл хаос немесе өлім сияқты көрінгенімен, іс жүзінде бұл сұлулық пен еркіндікке жасалған қадам. Іштегі жылу мен күлу, сол қабықтың сөгілу сәті. Кванттық деңгейдегі трансформация ешқашан жайлы аймақта өтпейді.
Ол үнемі ішкі хаос пен эмоционалдық сілкіністер арқылы келеді. Өзіңіздің осы күйіңізді қабылдаңыз, өйткені бұл күшіңіздің оянуы. Бурабай сананың ескі нұсқасын сілкіп өшіруде. Жаңа саналық шексіздік трансформация басталды. Жан деңгейінде тұрғанда адам эмоциямен өмір сүреді. Қуану, жылау, алып-ұшпалық, мақтау, эго, ашу, барлық бүкіл сезім осы кезеңде болады. Енді ол деңгей аяқталып, рух кезеңі басталғанда нағыз кемелдік ақыл мен жүректі бірдей ұстау, оң мен солды тану басталады. Орынсыз ұшқалақтамай, тек іштей алғыс айтып, бәрі ұлы жаратқанның кемел жоспары екенін санамен, түйсікпен түсініп отыратын орныққан кезең. Эмоция қайда кетті? Алып ұшқаным қайда демеңіз, қайта қуаныңыз. Кемелдікке қадам бастым, рух болып бәріне жоғарыдан сырттай қарай алатын кезеңге келдім деп қуаныңыз. Тылсым әлемнің өз жоспары болады. Ең қызығы дейді, 1 маусымда өткен Бурабайдағы сана шексіздігі ретритінде болған оқиғаларды айта кетейік. Яғни 1-2 кезең болып өтті ғой ол ретрит. Яғни 2 бөліміне ғана келген рухтар болды дейді. 1 теориялық сабақта болмаса да, 2 кезеңге қосылатынын алдын ала көріп отырып, барлығын алып бардық дейді. Әркімді өз рухтары Кенесары үңгіріне жетелеп апарды. Себебі басты жұмыс су үсті, яғни көл мен орман іші. Үңгірде жүретін болғандықтан 777 өлшем қасындағы әр адамды ғаламның өзі жетеледі дейді. Кім бару керек, бәрін апарды ғаламнан. Бұл жерге келу өзінің жаңа қалпында туылуы. Үңгір ішіне кіріп, 7 минутта алдағы 50-60-70 жылдық оқиғаларды, өзінің алдағы тағдырларын көріп шыққан рухтар болды. Шок болып, ғалам әр рухқа не керек соны көрсетті, сездірді, жасатты. Сізге кемелдік керек болса, кемелдік, байлық, денсаулық, жан тыныштығы, қарым-қатынас, кімнің ішкі жүрегі не керек соны жасап жатқанын жоғарғы әлем арқылы көріп отырдық дейді. Параллель әлем мен Кенесары үңгіріндегі тылсым. Рухымыз асқақтап, көзіміз ашылды. Туған жердің киесі мен құдіретін тұла бойымызбен сезіндік. Осы ғажап мекенді ата-бабаларымыздың жаңғырығы мен өшпес ізі жатқанын көрдік, түсіндік. Ең таңғажайып үдеріс дәл сол 1800-1900 жылдардағы ғұмырға параллель өлшемдер арқылы барып қайттық. Өткен шақтағы оқиғалар бізге параллель әлемде, бірақ біздің тәніміз бен жан болмысымыз арқылы синхронды түрде жүріп жатты. Санамыз шок болса да, мына әлемнің шексіз кеңістік екеніне көз жеткізіп, уақыттан озып, уақыт ұғымы жоқ мәңгілік кеңістікке өттік. Кенесары үңгіріне барғанда көптеген рухтар өткен ғұмырын қаз қалпында көріп, көздеріне жас алды. Жандары ауырып, сол кезеңді қайта бастан кешіріп келді. Сондай бір тылсымға толы оқиғалар орнады. Періштелердің белгісі. Рухы биік бір тұлғаға періштелер келіп, қолынан сипап, аян беріп кетті. Ғарыштық ем, үңгірге ауырып, қиналып келген жандарды тылсымдағы ғарыш аппараттарымен емдеп жіберді. Үңгірдің биігіне әрең шыққан кісілерге ем қонған сәтте бойларына күш қуат бітіп, төменге өте жеңіл, көңілдері жайланып түсті. Жоғарғы әлемде рух биіктеген соң, оны таққа отырғызып, медаль тағып, тәж кигізді. Сол тәж бұлт арасынан ғажайып белгімен көрініс тапты. Бүкіл оқиғалар бір-бірімен үйлесім тауып, синхронды түрде болып жатты. Расында да тылсым күш адамның әрбір басқан қадамында сезіледі. Тылсым дүниенің соншалықты ұлы есеп екеніне бәріміздің тағы да көзіміз жетті. Уақытында хан, би, жырау, батыр, сарбаз және хан анасы болған бүкіл ұлы рухтар бүгін арамызда қайта туылған. Біз сол кереметті тек жаңа өлшемде, жаңа заманда қайта еске түсіріп, уақыт ішіндегі уақытқа өтіп көрудеміз. Көбіміз бұл ақиқатты санамызға жайлап қана сыйдырудамыз.
Бірақ ешкімде бұл киелі бурабайға кездейсоқ келген жоқ. Қазір оқиғалар барлық өлшемде қатар жүруде. Бұл физика, гиперкеңістікке оқиғалар параллель түрде жүріп жатты. Сананың серпілісі, шексіздікке жол. Бүгінде сана ғажайып секіріс жасауда. Әрбір адам өз жанына нағыз не керегін құрғақ ақылмен емес, тұңғиық ойымен сезімтал жүрегі арқылы терең түсіне бастады. Біз адам санасында ешқандай шекара мен шектеудің жоқ екенін бүкіл болмысымызбен, жан тәнімізбен сезініп, оның тереңіне бойлаудамыз. Ой мен жүйке бір арнаға тоғысқанда, адам өз өмірінің шынайы жаратушысына айналады. Санада шектеу қалмаған сәтте рухтың еркіндігі басталады. Біздің ел өзінің шынайы тарихи атауына, қайнар бұлағы мен түпкі өзегіне қайта оралмақ. Байқап қарасаңыздар, басталды процесс. Алда адам айтқысыз ғажап өзгерістер дәуірі басталмақ, дейді жоғарғы әлем. Дәл қазір жер бетінде 8 миллиард адам болса, барлығының қасиеті бар. Бірақ адам болып қалу үшін, сол табиғи қуатты ашу үшін, мидың күшін дамыту үшін, адамнан жылы жүрек пен адамгершілікті талап етеді екен рух. Бурабай бәрімізге өзімізді солай қарапайымдылықпен, өз жолымызбен басқаға құрмет көрсете отырып қана дамитынымызды түсіндірді. Санамыз түсінбегеннің бәрін біз қате деп ойлаймыз. Өзіміз білгеннен басқаның білгені сәйкес келмесе, оныкі бұрыс, тек өз жолым ғана дұрыс деп санаймыз. Бірақ сана шексіздігіне шыққанда ғана түсінесіз, бұрыс та дұрыс та жоқ, тек шексіз білім бар. Әр адам өз керегіне жарарын білімді ғана алады. Енді елімізде өз табиғатымыздың сұлулығын таныстыратын мұндай ретриттер көп болады. 2030 жылға дейін адамзат толық оянады. Бұл ояну өте тез жүреді. Кеше Бурабайда жаңа мықты білімді айтары бар, көреген өмірден түйгені бар сауатты рухтар жүректеріне жаңа мақсат ұялатып кетті. Тылсым әр қадамда. Жануарлар бәр қасымызда жүр. Дауыстап та, ойша шақырсақ келеді. Жүректің ашықтығы мен ойдың күші түрлі ғажапты жасауға жетеді. Дәл қазір бұлбұлдың дауысын естідіңіздер ма? Осындай күн шыжып тұрғанда бұлбұл шақырмайды. Өйткені мен талдың түбінде отырған жоқ едім. Терезе ашық тұр, бірақ бұлбұл сайрады. Естідіңіздер ма? Жабайы табиғаттың ең жұмбақ әрі сырлы тұлғалары бұғы, елік және марал секілді тұяқты жануарлар. Олардың адам көзіне көп түспейтіні соншалық, халық арасында оларды орман рухтары немесе тылсым жануарлар деп те атайды. Көбіміз тән мен жандағы өміріміздегі өзгерістер мен ғажаптар болып жатса да, еш бөліспей ұяламыз. Ал қазір жақсылықты бөлісетін кез келді. Себебі жарық энергиясы таралуда, жарық көбеюде. Дәл осы оқып отырған мәтіннің авторы Фарида қыз. Яғни осы кісінің парақшасынан алып жариялап отырмын деп айтқан болатынмын. Мен Бурабайдағы ретритке бармадым. Бірақ ол ретритте менің рухым болғанын жүрегіммен сездім. Сол жерде, дәл сол жердегі оқиғаларды жан тәнім, рухым қатысып көрді. Мен де оны жүрегіммен сезіне алдым. Мәтін ішінде ақпараттар беріле отырып, ретритте болған оқиғаларды да ұсындық. Назарларыңызға алғыс.